Ел нәтижелері ақында тариф етмеге вақыт келді. Селам алейкум, студияда Айша Шулакова. Ковид или бір ел. Не допустить хасталықның дарқатылуына ел бермемек ве бұл яны вирус или яшамаға алышмақ. Қырымның сағлық сақлау идарелері коронавирус ile вазиетні стабиллештіріп олдылар ма? Қырым суфсыз. Қырым пайтақтың авиона яқын ерлешкен көйлерге суф мұна бұ ерден етіп бара. Она әр вақыт ақмеші дінізі деп атлаядылер. Жұмқриетіміз суф етішмемезлігінен насыл даяна? 3 миллиард эксік. Тенденция. Иқтисадиет 2021 сенесі ғайрыдан текленежек. Кергін вазиет бүгін күнде планлаштырылмай. Қырым парламенті 3 жылық бюджетіні таздықлады. Қырым Жұмқриеті Девлет шурасында бюджет малия, инвестицион ве бергі сиясеті бойынша комитетінің рейсі Ольга Виноградова Жұмқриет бюджеті ақында тариф әті. Қырым дөніші. Русияның эсас құрыжылығы екіленді. Кереч көпірі Қырымны Русиянен тамманада бағлады. Пандемияға бақмадан құрыжылық тоқтатылмай. Жұма ақшамы Қырым Жұмқриетінің елбасшысы Сергей Аксенов ел нәтижелеріні чықарды. 2 сааттен зияде көзме-көз, 50-ден зияде суал 50 мұхбир. Қырым елбасшысының бағда муниципалитетлерінің реберлері, күтлеви мәлімат васталары ве матбуат меркезлер. Олар епсі Қырым сәкенлеріні раатсызлаған суалеріні сеслендірділер. Эльмас Аблакимова Сергей Аксеновнен кечірілген нәтижеви матбуат конференцияқта тариф әтежек. Визерлер шурасы бинасында матбуат конференция эпидемияға қаршы чәрелер епсі бақылды, епсі журналистлер ковид тестлерінден кечтөлер, еркес маскаларнен, суалер детек бойле берілер. Бір кішіден сон микрофон дезинфекция телеве, әлбетті месафе. Бұсене тедбір онлайн форматта кечті, енді бойле тедбірлер үшін алышқылы шекілде. Суалеріміз үш қысымға бөліндім. Бұл елбасшы олған залдан берілген суалер матбуат меркезінен бағландық ве муниципалитетлерді бізнен бағда олдым. Олар үшін Жұмқриет елбасшысына суал бермек айрыжа мұйымдыр деп саям. Бірінші суалерін чоқ ратсыз еткен меселелер ақта Қырымда су етіжмемезлігі меселесі не заман ве насыл чезіледжек. Азақ денізі түбінден су шығарыл жағыны ақта нетежелеріні елдің сонында сеслендірежеклер. Коронавирусқа қаршы көреш ақта суал де четте қалмады. Арбелер енді ковид госпиталлеріні құралар. Күн 500 адам хасталануы бұл апокалипсис сценарийі, яғни ақыр заман кібі бір шей. Боле тақмендер пейда олығы себебінден мен Девлет елбасшысына мұражаат етмеге мечбур олдым. Бірінші невбетте біз ятақ ерлеріні тапмақ керекміз, ең евеля кислород еле. Афсуски, ковид бойынша симптомлары көрінмеген хасталарының сайысы экселе. Амма ағыр хасталарының айры терапияда мұқтач олғанларының сайысы есе артта. Оның үшін арбейлерінің келмесі яқшы олыр еді. Умут етеміз ки хасталарының сайысы 500-ден артмас. Динамика баяғы бір стабиллешті. Күн 350-ге яқын хаста. Умут етеміз ки яңы елны аман есен қаршылармыз. Матбуат конференциясында бұлынмақ үшін 50 журналист аккредитациядан кечті, Миле телеканалының мұхберде суал беріп олды. Қырымлылар үшін даими суал құрыжылық да доғырсы екенлемеген құрыжылық мен Қырым Мойдеслік педагогика университетінің политник меркезі ақта айтам. Бұл Қырым үшін мұйым объект олғанына бақмадан меселе чоқ шымды оның вазиеті насыл ве не вақыт açılacak. Всегда был расторгнут контракт. О ерде меселе тыш қызметшілерге бағлы. Вақыт олғаны кібі, әверкі тыш қызметшінен контракт бозылды. О афсоски огуне қойылған ішіні бежеріп оламады. Яңы контракт январь айында тізілежек. 1,5 жылдан епсі ішлер бітежек. Бұндан да ғайры, мен анда Февзи Якубовичке әйкел тікленмесі ақта ғайесіне қол тұттым. Бұл диққатқа лайық инсан еді. Украина қараманы, итибарлы кіші. Сквернің шекілі ойле тізілежек ки, бұл ішіні башлаған инсанның қатырасы эбеделештірілмек керек. Жұмқриет елбасшысының матбуат конференциясы 2,5 саат девам етті. Еледен зияде суал сеслендірілді. Кемерлері тамам конференция девамында чезілді. Конференциядан анылған кемер суалеріні елбасшы ос незаретіне алды. Олар гражданларының шақси меселелерінен бағлы. 2020 сененің синонимы ковид. Қытайдан келген вирус дүнияда тездір қалды. Корона деген шей не вақыт вен насыл етіп Қырымға етіп келді. Ковид дарқалуына ел бермемек үшін не япыла? Юқма хасталықтан құртарылмақ үшін не ярдым ете біле? Бізім невбетеке левхамызда жевапларыны тапарсыз.
что-то непонятное. Бу аңлашылмаган бер шей, белки де мираклы шейдер. Он может сделать, что все... О эркесні хаста ете біле, бір адамдан эркес. Это можно сравнить с очень... Буны бек дешетле монстр или кыясламак мүмкін. Это болезнь. Бу адамларны боғған хасталық. Ковид бу недер суалине мектеплер бойле сады, амма doğru cevaplar берелер. Башлангыч сыныфлар талебелері için коронавирус бу аңлашылмаган ве көзге көрінмеген бір шей. Амма бу уйдырылган дегіл, реаль яшайыштар. Балалар бу коркунчлы шейден сақынмайлар, буюклер ise қорқалар. Хасталық дарқалуы бойынша ресми малюмат күнген артыла. Yüzlerce қырымлы кені ве кені хасталыққа уғрайлар. Вефат еткендер биңден аз. Қытайда ise башқа жайда. Русия сынырларыны қапата, амма вирус епысы бір кече. Барды о қырымға келіп ете. Локдаун, самоизоляция, амма коронавирустан эркес қорчаланмай. Кемерлер иқтисади аңлашма сыр тұтылғанна ақта сөз сүрсетелер. Ковид-диссидентлерінің девара келе. Нету никакого. Бұлар епысы ялан, бу ади грипп. Вақыт кече, хасталанғанларының сайысы артқан сайын, ишанмағанларының сайысы экселе. Роспотребнадзор идаресінің талаплары жема топланған ерлерде ве нақлиятта маскалар тақмақ, ичтимаи месафе қалдырмақ. Бұлар аляда тәфсие оларақ қала. Амма бұл шелерге диққат айырмақ керек. Адамларны өлдірген вирус дарқалмамазлығы үшін өзімізге мұқайт олмалымыз. Нам удалось подготовить... Біз МТДВЛФ ағыны лаборатор ағыны азырлап болдық. Тестлер кечірілуінің керекли қадар көлеміне иришмек үшін. Ве біз бүгін көрген рақамлар бойынша Қырымда тестлер кечірілуінің севесіні баяға артты. Егер біз тек Роспотребнадзор лабораториясында тестлер кечіріп башлаған олсақ, енді бұл тек бизнес дегіл бұл сағлық сақлав саасының лабораториялары. Yılның sonunda endi 10-ға yakın laboratoriya çalışa күн коронавирус белгілеген тестлер кечіріле ковид госпиталлер тікленілді. Атталықса ханелер енді юқыма хасталық зонасыдар. Хасталар үшін 3000-ден зияды ер. 5000-ге якын тибби хадим çalışа. Қараманлар бізім арамызда. Ве олар комикслерінің қараманлары дегіл. Олар нефес алмаған урбалар кейіп қызыл зонада çalışқанлардыр. Оларның yüzлерінде қат-қат маскалардан терен излер да чоқ вақыт язылмай. Нужно постоянно находиться. Эн ахыршей бу дайыма сиз, яни шахси хорчалап басталарда булынмақ кереклігі 4 саат. Ама біз рухтан тушмейміз. Қызлар 4 саат ашаға түшелер, оларының біраз ратланмаға вақытлары ола. Кірлет зона тарафқа адым басмақ күн өз жанларыны олым телепкесіне оғратымақ. Алышқан яшайыш тарзындан ред етмек. Авталар девамында туғанларының тек дистанцион шекілде қонышымақ. Тиббиджілерінің бүгінгі яшайышлары бойле. Қорқу білмегендері için хасталарының башлары янында yorulmazдан çalışқанлары için жанларыны құртарғанлары için 1200-ден зияды тибби хадим Қырым акимиетінден мүкефатлар әлде етелер. Екі Лука Крымский медалінен Ведоқыз екім Пирогов орденінен тақдірленділер. Кемерлер бойле yüksek мүкефатларға өлген сон наил олдылар. Я доверилась нашим врачам. Экимлер бек яқшы бақтылар. Яқшыге бізден бойле генч истидатлы ве қиметлі мутехазыслар бар. Чоқтан чоқ тәшікөрлер білдірем. Чешет севиеде çalışқан тиббиджелерге президент емірі бойынша тазминатлар тайынлене. Русия дүнияда бірінші оларақ коронавирусқа қаршы вакцина яратам. Спутник В сынавлардан мұвақиет еле кече ве әлеге ашыламалар япылығы башлана. Қырым алемлері коронаға қаршы ось вакциналарыны санчысыз нефес алынған илячыны ішлеп чықаралар. Малие елде етілген соныны тест шекелінде сынап бақажақлар. Шымдылек есе Cumhuriyetimizin сағлық сақла везірлігі бойле мақсат қоялар. Келечек сене әлінің 60%-ына ашыламалар етмек, яни өлім хафындан құртармақ. Қырым суфсады. Бұйыл ішінде суф етішмемезлігі ең кескен меселелерден бірі олды. Бұтек ярым адамызда дегілді, ондан тұжды ең чоқ мұзакере етілген мевзу олды. Құрғақлық ве ескерген суф ағылары. Бұлар епсі шындыки алымызның себебі олды. Суф график бойынша берілуі анбарларда суф аз. Ер түбіндегі суф ятақлары яда тұздан арындырув. Бұл вақытта есе ескі суф теминлев системасының модернизациясына ве янысына құрмаға федераль бюджеттен енді 50-ге якын рубле айырылды. Қырым бұл ел девамында невбетекі сынавдан насыл чыққанақта левхамызны серетіңіз.
Сув меселесі бутун Кырымны каплады. Йылнын башында сув не исе еді, ләкин язнын сыжағы ве кургақлық өсішіні япты. Августын сонында ярым адамыз иқтисат режиміне кечті. Яшайыш үшін эмиетли ресурсны тек график бойынша беріп башладылар. 40-қа якын мескен ернін сакинлері кранларны сықып бұрдылар. Оларның арасында пайтақтымыз Ахмеджит ве Бахчисарай районлары. Мына емкісіміз бар, 300 литрлік емкіс бар. Бұл емкісіні біз ақшам су бергенде толдырамыз. Бізге Аллаға шүкір етеу бір күнге. График тізілген сон базы көйлерге сув суткада тек бір қач саат беріле. Чоқысы құранталарда бош сабут қалмай. Эпсі шишелер, қазанлар ве банкаларға сув толдырыла. Вечером, когда дают воду, Ақшам сув бергенде басым алчақ ола. Котел яқшы чалышып оламай. Әлбетте бұл қолай дегіл. Сувны иқтисад етеміз, біліп тұтамыз. Мектептен эвел мойселердің эпсіне вечок қатлы квартираларға сув кетіріле. Бұйық цистерналар ерлештірілді. Ләкін сынырланувны эркез дуймады. Базы ерлерде сув эмгече эм кунду сақа. Шеріміздің сувнен темінлюв системасы бөле шекілде құрылған. Крым пайтақтың авиона яқын ерлешкен көйлерге сув мұна бұл ерден етіп бара. Она ер вақыт Ахмеджит дінізі деп адлаядылер. Шынды есе сув азлашты. Декабрь айында сувсыз қалған регионларға Ялта қошылды. Саба учсат геже. Бөле чаре Буйық Өзенбаш ве Урмек сув анбарларында сув севесі пек эксілгенінен бағлы. Тамам олар шерні сувнен темін еті. Ялтада проблемге азыр еділер. Бірінші невбетте бакларны балабақчаларда ве мектеплерде ерлештірділер. Вода рассчитана на день. Сув көлемі бір күнлік, бір айдевамында масраф еткенімізге көре. Баклар ерлештірілді, чалыштырылды. Бүгін енді тамам бұл сывны қоланамыз. Да юз сув цистерна Дженюби ялы тарафларға Ахмеджиттен йоланылды. Ялтада сувны башқа мен бағалардан чекіп чықармаға ниетленелер. Мисал оларақ ер түбінден ве Мағаби өзенінден. Сувнен теміллюв меселесі мұшкул алдан ұзақ. Русия кеметі рейсінің муавины Марат Хуснулин оны еңгіл олмаған деп адландырды. Хусусан Ахмеджит үшін. Ләкин шымдылік бұхран ақында сөз юрсетілмей. Сувны скважиналар қазылуынен араштырачақлар. Крымда олған сувның көлемі белле дегіл, ама етерлі. Оны тек чекіп чықармақ қалды. Везде, где мы с Росгеологией вели. Біз Росгеология идаресі ile бераберлікте араштырмалар кечірген ерде сув едеклері олмасы даздықланды. Біз Кадыков ятағындан сувны енді Ақярға йолладық. Ләкин Ахмеджитте аляда кергінлік қала. Қошма араштырмалар кечіреміз. Бештерек Зуя анбарындан сув береміз. Әршей график бойынша япыла. Қырым Жұмхуриетіні акимиетінің есесіні қайдетмеліміз. Иш яқшы тешкіл етілді. Умыт етеміз ки, барде андан сув беріліп башлар. Бұнен бір сырада қошма араштырмалар кечіріле. Бұл меселенің чезілув планы 14 мерасимден ибарет. Шу жүмледен олар федераль мақсалды программасы бойынша бечірілежек. Ярымадада яны сув борулары құрылачақ, бұндан ғайры ескерлері тамир етілежек. Қырымда Ахмеджитке же Бештерек Зуя сув йолундан сув борусы құрылачақ. Бұл мақсатларға 5 миллиард рубле айырылды. Сейтлер вет Жанкой районларында уч сув чекен станция толу шекілді құрыла. Бұл Новогригорьевка, Култамақ ве Яны Шырин сув системалары. Бұл бұтын бір комплекс. О 36 қазылған скважинадан, насос станцияларından сув берген резервуарлардан ибарет. Бұл системасы чалышы башласа Қырымның шарқында сув етішмемезлігі меселесі чезілер. Бізде олған сув тек мұна бұдыр. Қалғаны епсі бізге бағлы дегіл. Көктен яқса олажақ. Туздан Арындыров, Қырымның сувнен темінлюв меселесі чезілуі үшін да бір йолдар. Ахмеджит ве Ялта тарафларда ерасты сувларының бұйық мен бағалары йоқ. Сув етішмемезлігі меселесіні тек бөле чаре чезе біле. Вот здесь в районе села Фрунзе. Мұнамында Сақ шеріне яқын бағайлы көйінде Туздан Арындыров тәртібат құрылажақ. Екіншісі Ялта регионында, соңра Алуштада. Бұндан соң ісе бұтын Қырымның ялы бойы қаплап алынажақ. Қырым yolbaşçısı Сергей Аксенов ишандырды. Туздан Арындыров тәртибатлар ярымаданың экологиясына ичбір зарар кетірмес. Бұл иш үшін электроэнергия да етер. В пиках данного. Қырым бойынша электроэнергия ең чоқ масраф етілуі бұл 1440 мегаваттыр. Бізім электростанцияларымыз ісе 1770 мегаватт берелер. Туздан Арындыров тәртибатына умумен алғанда 5 мегаваттан 8 мегаваттқа же керек olur. Бұл ең бойы керегіміздір. Русия президенті Владимир Путин айтқанына көре, Қырымның сув меселесі чезілежек. Девлет бұл ішке пара аямачақ. Бұл мақсатларға енді 50-ге яқын миллиард рубле айырылды. Бұл меселені әм акимиет, әм региональ севеде огренелер. Геологик тәтқиқатлар кечіріле.
Специалисты говорят о том, что Кырым үчүн да бир яңылык бар. Мутахассызлар айталар ки, Азак деңизинин акваториясында, Азак деңизи тубунде тузсуз суунун жакшы едеклери ола биле. Булар эпсини көз өгүнө алып, мен билесем меселени чөзермиз. Кырым сакинлеринин башларына мал камачабы тушты, көпүр курулду. Ишык кесилген соң энергетик көпүр кечирилди ве 2 яны электростанция курулду. Сув меселеси да чезилер. Бираз вакыт керек. Кырымда 3 жылдык бюджет кабул этилди. Ичтимаий юнелиш сакланыла. Тек бюджеттин эсас параметрлери деништи. Келечек сене келер 150 миллиард 300 миллион рубле олмалы. Тапсилатлыча нетижеви весика акында Кырым Жумхуриети Девлет Шурасында бюджет малие, инвестицион ве берги саясети боюнча комитетинин рейси Ольга Виноградова тариф этежек. Ольга Михайловна, здравствуйте. Добрый день. В Крыму утвердили бюджет на 2021 год с дефицитом 1,4 миллиарда рублей. С чем это связано? Дефицит, я хочу сказать, что достаточно небольшой. Бюджет мы приняли на трехлетний период. На 2021 год у нас дефицит 1,4, на 2022-2023 год дефицита нет. В бюджете предусмотрено, что дефицит бюджета будет погашаться за счет остатков на начало периода. Обычно эти суммы всегда даже превосходят дефицит в том размере, в котором он сейчас заполнен. К проекту бюджета поступили предложения от прокуратуры Крыма. Какие именно предложения и учли ли их при формировании бюджета? В первую очередь это касается решения вопроса по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот. Мы знаем, что в бюджете на 2021 год сумма действительно увеличилась по сравнению с тем, что у нас было в предыдущих периодах 15, 16, 17 годов. В настоящий момент данной суммы недостаточно, чтобы полностью 100% решить этот вопрос, но мы видим, что в республике темпы обеспечения жильем детей-сирот очень сильно увеличились. Ну и ряд других предложений, которые касаются финансирования государственных программ Республики Крым в должном объеме. Предусмотрено ли преодоление спада экономики на фоне распространения новой коронавирусной инфекции и какие антикризисные меры будут приняты? Мы можем говорить, что Республика Крым вошла в пятерку лучших субъектов Российской Федерации по действенности и объему мер, которые были приняты в течение всего этого года. Прямые и непрямые меры поддержки, которые смогли получить предприятия в Республике Крым, составляют более чем 3,4 миллиарда рублей. Это очень большие суммы. Мы знаем, что предприятия республики могли получить как федеральную поддержку, которая касалась пострадавших отраслей, так и региональную поддержку. Обе поддержки были в первую очередь направлены на то, чтобы предприятия сохранили занятость, чтобы люди имели работу, да, для того, чтобы предприятия не ликвидировались. Мы знаем, что огромная поддержка была оказана банковским сектором. Можно ли считать, что бюджет стал компромиссным документом и насколько сложно было найти баланс между ведомствами? Любой бюджет – это всегда баланс, всегда мы понимаем, что объем желаемого финансирования может быть бесконечен. Вот, есть реальные задачи. Хочется сказать, что в республике из года в год и даже в этом году, в тяжелом 2020 году наблюдается рост собственных доходов республики. Это очень хорошая тенденция. Конечно, хотелось бы, чтобы темпы были еще больше, но хочу сказать, что, думаю, не во всех субъектах Российской Федерации можно говорить о том, что доходы собственные в 2020 году были больше, чем в 2019, который на сегодняшний момент считается периодом докризисным и так называемой зоной отсечения. Да? То есть мы все хотим сейчас строить рост не от 2020 года, который был с падением, а именно от 2019, когда у нас был хороший темп роста. Так вот, в республике собственные доходы выросли и по сравнению с 2019 годом, и по сравнению прогноз на сегодняшний момент 2021 с 2020 годом тоже в плюс. В ходе слушаний по проекту бюджета председатель комитета по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк обращал внимание, что на мероприятия в сфере туризма расходы уменьшились в 2 раза в 2001 году. Он просил выделить дополнительные средства. Удалось ли их найти? Если мы сравниваем бюджет 2020 года и 2021 года Министерства курортов и туризма, то 2021 год больше, чем 2020 год. Да? То есть сумма больше на несколько миллионов рублей. Это 129 к 135 миллионам. Самое главное, я хотела бы отметить, что финансирование государственной программы развития курортов и туризма в Республике Крым тоже увеличилось. Причем оно увеличилось более чем на 10 миллионов рублей. Поэтому здесь нужно говорить, наверное, об ожидаемых, да, и о реальной ситуации, о реальных цифрах, которые мы можем сравнить с вами. Я хотела бы отметить, что самое главное в туризме, в следующем году должен стартовать национальный проект в туризме. И это
проект общероссийский. В первую очередь он будет направлен на развитие, понятно, внутреннего туризма. Одним из механизмов, который будет максимально поддерживаться со стороны и правительства Российской Федерации, и субъектов, это государственно-частное партнерство в сфере туризма. Мы должны с вами понимать, что для туризма очень важны мероприятия именно инфраструктурные, да? То есть это когда у нас появляются с вами новые дороги, когда у нас появляются новые очистные сооружения, и мы все это видим в нашей федеральной целевой программе. Мы видим, как это все на сегодняшний момент реализуется на нашей территории, и в этом случае мы понимаем, что это все влияет на туристический поток. Поэтому все программы республики работают на наш туристический потенциал. Насколько итоговый документ, принятый парламентариями, отличался от первоначального проекта, предложенного правительством республики? Бюджет во втором чтении вырос к бюджету в первом чтении на 2,5 миллиарда рублей. Хочется сказать, что основное направление средств, которые пошли в плюс, это в первую очередь это образование, это социальная сфера и здравоохранение. На сегодняшний день в Крыму реализуется 186 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка 156 миллиардов рублей. Что это даст для республики? Мы понимаем, что в первую очередь инвестиционные проекты – это новые рабочие места. Мы понимаем, что наши новые инвестиционные проекты – это как промышленные предприятия, так туристический сектор, это санаторные, новые какие-то учреждения, это новые отели. Спасибо большое за интервью, Ольга Михайловна. С наступающим праздником! Вас тоже с наступающим праздником. Всего хорошего в новом году. Спасибо. Мектеп бала бақчалары хастаханелер. Бұсене Қырымда құрылған, ичтимаи эмиет ташыған объектлерінің сайысы чоқ олды. Эскелері де ғайырдан тікленілді. Құручылық техниканың сесі ишлер тоқтатылған объектлерде кені де ешітіле. ФЦП программасы милли халар бұна қошма өз жұмхури параларымыз. Қырым бұл ел девамында насыл дөнішкенні ақта серетініз. Русияның эсас құручылығы екіленді. Кереч көпірі Қырымны Русиянен тамманада бағлады. Қырым көпірі шымды туман иле сарылғаны кыбы эвелері о бош лафларнен сарылғаныды. Оны құрып оламазлар, құрсалар біле о чоққа даянмас дейеділер. Ләкін көргеніз кыбы көпір ерінде вемында араба ветрен арекеті ич бір вақыт тоқтамай. Русия тарихында en uzun көпірдір. Сықалда оны әмді Авропада en uzun деп адлайлар. О демір yolдан юк ташылығы башланған сон толы шекелде жалланды. Июнның сонында Кереш боғазından чешіт малнен юкленген бірінші тренлер бірі-біріне қаршы yolға чықтылар. Қырым мақсулатынен, яни Кереч ве сода или толы трен Кубань тарафқа yol алды. Қытадан есе яқарлық кубреве мақсус техника кетіріле. Тренлер Қырым көпірінің бембе яз кемерлері түбінде бір-біріне қаршы раст келділер. Енді Русияның қыта қысмынен маллар алмашывы тізілді. Для нас проблема была все эти годы. Яқарлық, құручылық малземелеріні кетірмек, бұл еллар девамында біз үшін проблем еді. Еминміз, демір yolдан юк ташылуы açылған соң, бұл меселелер кечміште қалажақ. Нақлията мартанын кечіру хүмкяны бір суткада 12 чифт юк треніdir. Бұл бір елда 13 миллион тонна юкны ташымақ имкяныдыр. Қырым көпірінден бірден Тавридаға, әндіден Керештен Ақярғачы 3 саат ішінде етті бармақ мүмкін. Земаневи трассадан 250-ден зияды километрлік yol. Yol қапыламасы мүкемел. Оның кейфетіні сына бақмақ мүмкін. Көргеніз кібі МТС әмді онайтлы. Таврида трассасының 4 yolағында арабалар қатнавыны август айында шахсен Владимир Путин açты. О магистральден Аурус арабасыны айдап кечті. Қайышларны тақмаға керек. Ақ салда да пара жазасыны язарлар. 18 yol çözülmesi, 15 köpür ve 123 suni inşaat. Sutka trassadan 40 bingeci araba keçebile. Yol 7 kısımga bölüngen edi. Dağ taşlarını kazmak ve yer astında konsoller kurmak gerek oldu. Туристик ақым келе, адамлар Ақмесжеттен ғайры да деңізге, ялы бойларына кетелер. Шу жүмледен еніш yollarını құрмақ керек. Ama bunun Kırım yollarının kuruculuğu yekünlenmey da endi başlana. 2021 senesi 1 milyard ruble yollar kurulmasının leyhaları tüzülüvüne ve kapital tamirine masraf edilecek. Yılının da bir emniyetli vakası nihayet açıldı. Simaşka adına yanı çok fonksiyonel tibi merkez çalışı başladı. Bu günden Kırım'ın sağlık saqlavsasında yanı devir başlandı. Очень приятно. Обработать ручку. Это да, светлое. Да?
Вот так? 12 катлы тедавилев диагностика комплексінде 15 профиль бөлік. Юксек технологик ярдым көстірілі үшін донатмалар, білгісаяр томографлары, МРТ ве ангиограф аппаратлары. Лучшая команда в Крыму высадит. Кырымның ең яхшы командасы бу yerде топланды. Умут етеміз ве ишанамыз, олар бу хастаханені пек юксек севиеге чықармақ кереклер. Энді яны чоқ профиллік тибип мерkezде 400-ден зияды хаста тедавилене. Атта юксек технологик амелиятлар кечірілі. Мутехасыслар қайдеттілер ке. Иллери донатма ағыр хаста адамларны қытаға йоламаздан бу yerде тедавилемеге имкан бережек. Бөліклер чалышайында амелиятлар кечірілі. Везірде бұлынды бізім амелиятымызда біз функцияларымыздың бүтінлей бежереміз. Бу сене құручылықтан ғайры да мемарлық абиделері ғайырдан тікленілді. Реставрациядан сон қарылғачлар ювасы сарайы açılды. Реставраторлар огынды тұрған вазифе еңгіл дегіл еді. Керменге яны омыр бермек әмді бұнен бір оның тарихи көрінішіні сақлап қалмақ. Русиялы Қырымда сарай федераль емиет ташыған меденет мирас объекті олды. Айды, башлаймызмы? Эркезге тешекүрлер білдірем. Құручыларға, çalışқан эркезге, епсі коллективлерге. Сақ олыңыз. Ишлерінің фияты 80 миллион рубледір. Сарайының içinde әрше 100 ел әвелсі олғаны кыбы ғайырдан яратылды. Эм босақалар, әмді қаплама таван. Бинаның чоғызы шейлері реставрация етілді. Оқ көрінішіні янарттылар, декоратив элементлер қоштылар. Балюстрады. Ескі балюстрадалар ерінден көчірілді, демонтаж етілді. Чүнки олар қазайы алда бұлынайды. Олардың янында бұлынмақ хафлы еді. Бу сене чоқ вақыт девамында құрылған иншаатларының тағдыры деденішті. Мисал оларақ, сүргінлік құрбанларына бағышланған Сүрен адлы мемориаль комплекс. Объекті енді яны тыш қызметчі жалыша. Оның намы ичбір шубе доғырмай. Комплексны тестікле башладылар. Мы работаем 4-й месяц. Біз 4 айдан берлі жалышамыз. Шымды фаал құручылық кете. Ағлар, резервуарлар иле оғрашамыз. Бұнен бір сарада территорияны абаданлаштырамыз. Қышта да иш тоқтамайчақ. 2 ай девамында біз ішкі ішлернен оғрашмаға планлаштырамыз. Ишлерінің ярыдан зиядасы бежерелді. График бойынша объект келечек сененің сонында екіленмек керек. Ама тыш қызметші майысының 18-не қадар ишлеріні екіленлеп етіштірмеге ниет еді. Лейхада бір инжелік назарға алынды. Сонке айле абидесі. Ерінден көчеятқан вагон өз тышқы көрінішінен қая ярылғаныны андырған музей. Sonra ise ғайырдан тіклев девара, жами веккелесе. Объектлер комплексыны ise топеге көтерілген әллер шекіліндекі стелла екінлей. Бу сене федераль мақсатлы программа бойынша Қырымға 66,5 миллиард рубле айырылды. Олардан 98% масраф етілді. 68 яна объект құрылды. По нацпроектам. Милли лейха бойынша бу сене 6 объектні эксплуатацияға кірсетмек керек еді. Бу 5 бала бақчасы ве бір мектеп. Бұңа 1,5 миллиардқа яқын пара айырылды. Епсі объектлер екінленді. Азырлық 100%. Қырымда бір вақыт бұ қадар құручылық олмаған еді. Келечек сене Жұмхуриет ФЦП мерасимлеріне 40 миллиард рубле әлді етежек. Милли лейхалар ве онларчы Жұмхури программалар бойынша ишлер девам ете. Бұл сонына келеятқан сененің ең мұйым хаберлері еді. Келечек байрамыңыз хайырлы олсын. Яны елда тек ейгі хаберлер тілейім. Қоранталарыңызға бақыт берекет тілейім. Эсасы есе сақ селемет олайық. Келечек сенеде көрішмек үзірем.